Қызықтың бәрі негізі 40-тан кейін басталады екен ғой. Негізі адамда психологтардың айтуынша былай болады екен, әйелдерде 40-қа дейін эстроген дейді, өзі женский гормондар көп болады, ол енді заңды да. Ал еркектерде 40-қа дейін тестостерон көп болады. Ол еркектерге такой властность, жаңағы қаһар, кішкене такой еркектік қасиет, сондай қаттылық береді. Әйелдерге эстрогені нежность, нәзіктік сондай береді. Ну енді ол заңды нәрсе, ертең үйленгесін. 40-тан кейін қызықтың бәрі басталады екен. 40-тан кейін еркектерде керісінше эстроген көп болады, олар уже романтикалық, шамалы мінездер жұмсарып, более романтичный болып, жаңағы әйелдің уже айтқанын тыңдай бастап, жаңағы отбасына да былай қарап, сөйтіп жүреді. Шамалы нәзіктік пайда болады еркектің мінезінде. Әйелдер керісінше, әйелдерде тестостерон көбейеді, олар жаңағы қатая бастайды, мінездері қатая бастайды, жаңағы сөздері қатая бастайды, өздері де вот прям қатал болып сөйтіп шыға келеді да, жаңағы еркектер. Мысалы ата мен әжені былай есімізге алып көрейікші, мысалы ата мен әже келеді да, әженің там мінезі там тастай болып тұрады, атамыз такой нежный болып жүреді да. Вот сол, и оказывается 40-тан кейінгі еркектердің жас қыздарға қарайтын да сол екен, өйткені олар өздері нәзік бола бастағаннан кейін олар нәзіктік іздейді. Ал оның қасында нәзік емес, ата тастай болып